Qandayсың, ай? Сілерді күте өріп, сарғайып кете тұрған болдың ғой? Қандайсың, ата? Құдайға шүкір. Өзің қандай жақсы ғой? Ай, Мира мен екеулі қайда? Мыналарттығы қышқы киім алабыз деп дүкенге кетішті. Мақұл анда. Жүргіле бұл жаққа. Кел. Ай, қарап алды. Сол ата, сүй дегенім не? Баяғында баштадым. Атаман сұрасам айтпай қойды. Болды. Сен ем чоң ойғынды өзің біліп аласың. Ай, бұл сұрау аудан жақшы сұрау жана мәнілеу болды. Өзіңір ойланып көргілечі. Бұл жаратылышта сүйі болу. Мұна мен айылды сүйем жақшы көрем. Ат-енеде сүйі болу. Достордың сүйісі болу. Чамада алды болды да. Мұна месе балдарым месілерге сүйі жөнінде біраз айтып берейін. Сүйі чыдамды, борыкер, көр албастық еш қачан қылбайды, мақтанбайды, текеберденбейді, адепсіздік қылбайды, өз пайдасын көздебейді, ачуланбайды еш қачан, кек сақтабайды, аділетсіздік қылбайды, шындыққа қуанады, бардығын жауап қояды, бүт бардығына чыдайды, барына ишенет, барынан еш қачан үміт үзбейді балдарым. Сүйі бүт барын көтерет балдарым. Пайғамбаршылық айтылбай қалады. Тілдер сөйлебей қалады. Білімдің дағы керегі жоқ болады балдарым. Бирок сүйі балдарым еш қачан өчпейді. Ушуну bir өзүңөрдүн жүрөгүңөргө сактап койгулачы. Сүйүү деген мына ушул.